тоқал мәселесі. Ғазеке қайтып өзіңізден бастаймын. Жалпы қасиетті шариғатымызда бұған қатысты не дейді? Жалпы тоқал деген кезде тоқал алу шариғат бойынша ешқандай теріс емес. Ол дұрыс, рұқсат етіледі. Тіпті Құран кәрімде Ниса сүресінде айтқан кезде өздеріңе ұнаған әйелден 2, 3, 4 ал деген рұқсат бар. 4 әйел алуға дейін. Бұл Алла тағаланың тікелей рұқсаты. Оған басқа ешкімнен рұқсат керек емес. Осы нәрсені білу керек. Ал енді «Ваин хифтум» деп айтып отыр, егер сендер қорқатын болсаңдар, «Әллә таъдилу» деп, егер жаңа араларында әділетті бола алмайын деп қорықсаңдар, онда біреуін алыңдар деп айтқан. Енді осы жерде көреміз, мен ең әуелі айта кеткім келетіні, жалпы бір еркектің бір әйел ғана алып тоқтауы деген нәрсе бұл мұсылманшылықтан емес. Және өзге де діндерде емес. Бұл тек қана христиан дінінде ғана бір еркек бір әйел алу керек болды. Басқа діндердің барлығында бір еркек ешқашан бір әйелмен тоқтаған емес. Барлық дін бойынша рұқсат. Ол тіпті адам емес, өзге де хайуанаттарды алатын болсаңыз, барлығында ол не екен? Ұрғашысы көп болады, жаңағы еркегі біреу-ақ болады. Ол белгілі барлығы. Адам да негізінде не екен? Осы бір жаратылыстың бірі ғой, Алла тағаланың жаратқан жұмыр басты пендесі. Бұған да Алла тағала бір еркектің 4 әйел алуына рұқсат бергендігі. Демек, бұл рұқсат Алла тағаладан болғандығы үшін бұған өзге ешкімнен рұқсат керек емес. Ешкім сұрамайды. Шын қарай алатын болса, баға алатын болса, соны алады, алу рұқсат. Және ешкімнен ашық түсінікті болу үшін, жаңа ешкімнен деген қалай түсінсек? Әйелінен де, әке шешесінен де, басқа кім бар, рұқсат сұрамайды. Ол еркектің өз шешімі. Және мынандай, Құран кәрімнің өзінде сендерге ұнаған әйелдеріңнен деп отыр, 2, 3, 4. Ұнатқан әйеліңді ал, ма тоба лакум минан ниса деген екен, өзің көңіліңе ұнатқан әйел. Бұл мынандай себеп, біздегілер былай деп есептеп жатады. Егер әйелің ауру болып жатса, бала таппайтындай болып қалып жатса, басқа да жағдай деген секілді нәрселерді қояды. Содан кейін алған кезде жаңағы 3-4 баласы бар, күнін көре алмай жатқан әйелді алу керек, оның барлығы бос әңгіме. Барлығы бос. Алла тағала жалпылама өзіңе ұнаған 4-еуін ал деді. Бұл деген сол жастай аласыз ба, үлкенін аласыз ба, орта ажырасқан қыздай аласыз ба, ол өз еркіңізде. Соның үшін мұндай шарттар, мұндай талаптарды қойып жатқан, ол біз өзімізсіз, мен деген сияқты өзіміз. Мынау негіз біраз бұл негізі осылай. Соның үшін ер кісіге бұндай ақы берілген. Енді бұл жерде де не екен? Шариғаттың қойғаны бұларды енді бағып өз қарамаңызға алу. Біздегілер жаңағы жасырын жүргісі келеді ғой, білдірмей, ана жерден бір неке қиып алған бір әйелі бар деген сияқты. Оны бүйтеді екен, оны ниндзя жамағат дейді екен. Ондай ниндзя шатырдың үстінде секіріп жүретін түрде. Олардың да атауы бар екен қазір. Ондай ниндзя болу дегенге шариғат рұқсат бермейді. Шариғат кәдімгі заңды түрде ашықтан, өйткені екен, некенің негізгі шарты ашықтан жария болуы. Яғни елдің білуі. Мына көріңізі, мына әйел, мына кісінің әйелі, бұл мына кісінің күйеуі деген сияқты білу керек. Соның үшін екен, бізден бәйбіше тоқал деп енді қазақша түсінікте осылай ғой. Енді бәйбішесін қалай таныған болсаңыз, тоқалында ел солай білу керек. Мынау пәленшенің тоқалы деген сияқты, әйелі. Енді шариғат сөйтіп енді бәйбіше тоқал деген ат бермеген. Шариғатта ол қанша 3-4 әйелі болса да, соның әйелі деп қабылдайды, болды. Оған ерекше ат бермейді. Біздегі бірінші әйелмен неке қалай қиылса, екінші әйелмен де солай қиылып, дәл сондай құқықта теңдікпенен қарайды. Сондай құқық, теңдік тура. Енді біздегі мына бәйбіше тоқал деген әңгімен біреуін кемсіту болады. Тоқал деген әрдайым төмен қояды. Екінші сорт сияқты қарайды ғой бізде солай қабылдайды. Және бұл үнемі тоқалдың негізі бәйбішенің қадірі болмауының себебі де негізі көбінесе бәйбішелер қай уақыттан келеді? Жас кезде үйленді, қиыншылықты бірге көреді, өсіп, жұмыс істеді, қанша бала шаға туып беріп, соны бағып өсіріп, енді кемелденіп қалған кезде еркек басқасын алып келеді ортадан ше. Сол кезде бәрібір бәйбішенің несі, бұрыннан келе жатқан, қиыншылықты бірге көріп келе жатқаны, оның қадірі үнемі жоғары болды, дайынға тап болған емес бұл. Соның үшін көреміз, үнемі бәйбішелер бәйбішелігі жасап отыруының себебі содан болған. Өткенде нені айтып жатыр ғой, біше деген сөз негіз қазақта бұрыннан түркі тілдес халықтарда қолданғаны, жаңағы неге қолданған дейді. Әйел деген мағына. Бәйбіше деген жаңағы алғашқы әйел деген мағынаға келеді дейді.
мағынасы мағынасы, иә. Бізде сол үшін шешек гүл болса, бәй шешек деген кезде алғашқы шыққан гүлді бәй шешек дейді, жаңа ше. Сол бәй деген сөзді үнемі қолданып, алғашқы не мағынасын қолданып, сол үшін бәйбіше деп айтып өткенде бір қазақ тілінің несі мамандары жаңағы қолданған сөздерді көрсетіп жатыр еді. Сол сияқты сол атпен берген болса керек еді. Бірақ енді шариғи тұрғыдан алатын болсақ, шариғат не істеді? Жаңағы 4 әйел алған болса да 4-еуіне бірдей қарау, жағдайларын жасау, бөліп жармастан, бірін екіншіден артық санамастан жаңа қарасу.